如诗如画，还我一个太平天下。再为秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Toxta. Бас уәзір науқастанып қалды ма? Солай. Бас уәзір Жаңбаусаңның қайтыс болғанын естіп қабырғасы қайысып қайғырды. Кеше Чыңсанға барыр жолында жауымда қалып, қайтып келісімен төс ұдап жатып қалды. Ләппәй. Оны қайсек болады. Саужын мәнсап отырған соң, соғыс барған сайын өдеп, жұрт бас уәзірдің қолбашын қайта сайлауын күтіп отыр. Бас уәзір оянды. Кіріп сәлемдесіңіздер. Бас уәзір. Бас уәзір. Лыншақ. Науқасым салмақты. Мен зеңгейде жатырман. Бүгіннен бастап барлық қосынға Уаң Пин екеуің ие болыңдар. Ләппәй. Тағы барлықтарың сақадай сайланып, шегінудің қамын жасаңдар. 3 күннен кейін таң сәріде Ханчжунға шегініңдер. Бас уәзір, бұл жолы рас шегінеміз бе? Әлде жауды шырғаламақсыз ба? Әрине шегінеміз. Біріншіден, менің денсаулығым жар берер емес. Екіншіден, жаңбырлы маусым таяқ болды. Жол батпақ болып, азық-түлік жеткізу қиынға соғады. Ол кезде күтіп жатқанша қазір-ақ шегініп кеткеніміз жөн. Онда басып алған қалаларды қалай бір жейлетеміз? Қажеті жоқ. Қала берсін. Чэнсаңды да тастаймыз ба? Қалың қол шегінсе, астық жолының қажеті жоқ. Бас уәзір, Чэнсаң қаласында біздің 10 мыңдаған сардарымыздың басы жатыр. Чэнсаңның оңайға келмегенін білемін. Бірақ қалың қол шегінетін болса, жалғыз қала Чэнсаңды біз қайтып қорғаймыз, а? Уаң Пин. Пақырыңыз қасыңызда. Қалың қол шегінген соң, сен 20 мың сарбазды бастап, Чэнсаң жол аузынан торуыл алып, 3 күннен кейін шегін. Саужынның шабуылынан сақтанайық. Ләппәй. Бас уәзір. Қайтыңдар.
Әке, кеше түн ортасында оңтүстіктегі қала қалашықтардан жалын лаулады. Жерге жарық түсе қол бастап барып жолсам, шу қол жаппай шегініп, Синшан тауындағы жол мені. Ордаға қарай беттеп барады екен. Жугулең неге шегінді? Бастабында мен де білмегемін. Сонымен 10 шақырым жерге дейін өкшелеп қуып бардым. Бірнеше сарбазын қолға да түсірдім. Оларды сұраққа тартқанымда білдім. Жугулең салмақ науқасқа шалдықты. Салмақты науқас? Салмақты науқас. Салмақты науқас дейді. Жоңда. Сенше Жугулең рас науқастан ықпалдың әлде қулығы ма? Сонда шу қолы рас шегініп барам әлде қулығы ма? Алла. Әке, Жугулеңнің науқасының шын өтірігі маңызды емес. Ең маңыздысы, шу қолы рас шегінді әлде бізді чырғаламақшы ма? Ақыл жастан деген, сенше Жугулең қолын рас шегіндірді әлде бізді шырғаламақ ба? Жугулең барыске байыпты жаны. Ол рас шегінсе, чынсаң аузына қарауыл қояды. Қалың қол шу шекарасын ілінгенде шегіндіріп әкетуі сөзсіз. Оларды өкшелей қудың қажеті жоқ. Қайта чынсаң аузына барып, шу қолының жұртында қазандықты тексерсек, анығын білетін боламыз. Одан қайтып білеміз? Қалың қол әдетте 10 адамды қазанмен тамақтанады. Шу қолынан қалған қазандық 1000-нан асатын болса, онда 10 000 адамдық торығыш қосын бар деген сөз. Ал қазандық болмаса, яки yazғана болса, онда шу қол торығыш қосын тастамады деген сөз. Біз чынсаңдалаңсыз қайтар болуымызға әбден болады. Әскери әдіске жетік екенсің. Өте орынды табылған ақыл. Жаман ағаң саған тәнті болды. Барлық саңғындар. Мен мәнсап отырғанда жартайда жау қолын шегіндіремін деп семіз сөйлегім. Айтқаныма жете алмадым. Айтқаныма жете алмадым. Мәнсап отырғаныма 18 күн болды. Тұп-тура 3 күн кешіктім. 3 күн аз емес. Тайтұтықтың айбарынан Жугулең сескенімізді та жөнелді. Тайтұтық әскеріске шебер екенсіз. Саушаң жолғыншы лекті бастасын. Көқай соңымыздан қорғасын. Өзім ортадан ұшқасайын. Реті бойынша шабуыл көтіп, Лоңсидің қала-қалашықтарын қайтарып алайық. Лөппай! Әке, мұнаны жеңшу астық жеткізушіден беріп жіберіпті. Қоңырғыз болды. Ауарай суытып келеді. Мақтал мешпет кейсін. Суып тегіз балмасын деп сәлем айтыпты. Мінекей. Айналайын қашанда қамымды жеп жүреді. Мұнаны кисем расында жыла ғой. Саушан қайтып келді ме? Келген жоқ. Есіңде болсын. Ана Саушан әкесінен асып туған екен. Бұдан бұлай ерекше назар аудар. Мәлмет! Қасанғы қайтып келді. Әке, Саушан олжал көрінеді. Қанжығаларына шу сарбаздардың басын байлап алыпты. Бұндай болғанда, Жугулең рас шегінді ме? Үйсаңғын. Вампин, аузың күйген шығар. Атама, мен чынсаңда тұп-тура 5 күн жасырындым. Бірақ үй қолынан бірде біреу келмеді. Қосыным денді шегіндірерде шығыстан үй қолы тап берді. Асығыс-сүгіс оған төтеп берейін дегенімше, батыстан тағы 10 мың үй қолы сау ете түсті. Сонымен қоршауда қалдым.
Вый қолының қол бастап жүрген сардары Қоқай шығар. Жоқ емес. Саужанның ұлы Саушуаң. Саушуаң? Ол бір арам тамақ емес педі. Қол бастап сайысқа шығатын болып па? Әй, Саушуаң асқан айлакер екен. Егер мергендерім жебе жаудырмаған болса, шегінуге де шарасыз қалар едім. Саушуаң сұңғыл екен. Бас уәзірдің торылшы қосынан айланып етіп, қайта тап беруін. Сол емес пе? Неміне, бас уәзір сауық кетті ме? Бас уәзір сауық кеткен жоқ. Мен оның мүлде сырқаттанбағанын баяғыдақ білгенмін. Бас уәзірге сәлем. Бас уәзірге сәлем. Бер келіп сөйлеңдер. Дәт бас уәзір. Пақырыңыз 5000 жасағынан айырылды. Вый қолы қайда келді? Олардың алда Чынсанға кірді. Уду, Иңпин және Шауан қатарлы қалаларда солардың қолын өтті. Бас уәзір, басқа қалалар ғой мейлі. Чынсаңды қимай тұрғаным. Ол астық тасмал жолымыз. Оның үстіне, сіздің шынымен шегінетін ойыңыз жоқ. Егер біз Чынсаңдай қаланы жаудың шырға сессек, онда тым үлкен бола берген боламыз. Вейен, сенің қимай тұрғаның Чынсаң шығар. Жарайды. Мен сенен қарыз қалған болайын. Көп өтпей, Чынсаңды саған қайтарып беремін. Ағат сөйлеген екенмін. Білместігімді кешіргейсіз. Отырыңдар. Барлық азық-түлікті Чишан тауында қалайға жинаңдар деудегі себебім, олар аның жер түзілісі биік. Десе де биыл жаңбырлы маусымның бұрынғыдан 7-8 күн кешігіп келерін ойламаған екенмін. Енді байқасам, жауын кейіндеп жауса, жауын шашын мол болады. Чынсаңның жері ылди болады да, жауын суы сонда жиналады. Вейғолының азық-түлігі суға белшесінен батады. Олардың ер тауыл қосыны тіпті ойсырай жеңілетін болады. Виянау. Сайыстың да сәті болады. Тәңір жолымызды оңдайын десе, жауға мойын сынсаң да мүлде жеңілмейсің. Тай тұтық, Чынсаң бекінісі өз қолымызға өтті. Жарайды. Қоқой. Бармын. Дереу менің атымда дәттеме жазып ордаға жеткіз. Қолымыз жаңғиярлықпен шайқасып күніне 100 шақырым жол басып. Жоғолияңның 300 мың қолын бір жолда тып-типыл етіп, Чынсаң қатарлы 10 қала қалашықта тартып алдық бе. Пақырыңыз дереу жазады. Асықпа Қоқай. Тағы. Жазсаңғын Саушаң сайлау жасақты өз бастап, шу қолының 30 мың сарбазын жайратып, Чынсаң қалдымен басып кірді. Орданың еңбек жазуын өтінемін деп жаз. Жоңда, менше, осы өтінішті сен жазасын ғой деймін. Сен жазсаң, тәпті де иланымды болады. Әміріңізге құлдық. Жазсам жазайын. Онда рахмет. Чү! Чынсаң бекін салуға табылмайтын жер екен. Хаужау осы арада жарты жыл саңғын болғанда, Қамалды Лояңның қамалынан да қалың соқтырыпты. Ол ер жүректі әскер арсы еді. Қамал қанша ғұмыры қысқа болды.
Әке, рас біреудің еңбегін өзіне жазған Саужын үшін дәттеме жазып ордануға сыйлық беруін сұрайсыз ба? Әрине сөйтем. Оған мақұл болған. Бұл өтінішіңіз баратын болса, өзіңіз масқара болып, ұлықтардың өсек аяғына қаласыз. Қалайша? Сіз жеңіліп, орныңызға Саужын отырды. Ал Саужын мәнсапқа отырасыла, жеңілісті жеңіске айналдырды. Сонда патшағзам қалай өйлейді? Ұлықтар қалай өйлейді? Олар сөзсіз. Сымайы деген адам ондай зұлым емес секілді. Ол неткен кеңпейіл, неткен саваж жан. Саужынмен арадағы раздығын ұмытып, бір ниет бір тілекте патшалығымыз үшін жан тіккен екендер. Әке, бұл қалжың емес, рас айтам. Саған мен де шынымды айтайын. Патша не деп ойлайды? Әсіресе менің өтінішім барғаннан кейін іле-шала Саужынның жеңілген хабары жеткенде одан бетер таңғалады. Сымайы оған еңбек жазып, сыйла деп дәт айтып еді. Тағы жеңілгені қалай? Байтал жауып бай қалмас деген осы екен деп ойлайды. Саужын жеңіледі дедіңіз бе? Саужын жеңілетіндей адам емес. Әке. Бұрынғылар бақ бен сор егіз болады дейді екен балам. Әке, сіз ұлыңызға бәлсінбеңізші, тезірек айтыңызшы балама. Айтпаймын, өзің ойлап тап. Қосыныма қосылатындардың аяғы үзілмеді. Көлемі барған сайын кеңейіп келеді. Чынсаң тоқымдай ғана қала сыймас бекенбіз. Менің ойым, неше 10 мыңдаған қосынымызды тарқақтастырып, қала-қалашықтарға бөліп орналастырайын ба деймін. Жоңда, оған қалай қарайсың? Тайтұтықтың орналастыруында айтар жоқ. Жарайды, жарлық! Шынсаң, маңыз дөңір. Ол жерге өзім бекінейін. Жоңда, сен қол бастап барып иң-пиңді қорға. Ләппәй. Көқай! Бармын. Сен қол бастап уды қаласын қорға. Ләппәй. Сөнли! Бармын. Сен екі қол жасақпен шығыстағы қишы қаласын қорға. Ләппәй. Жоңда, мәліметтің тігісін жатқызған шығарсың, Тайтұтық оқып шығыңыз. Жоңда, өзіңе көп рахмет. Әке, сіз маған жағдайды көзде деген едіңіз. Енді түсіндім. Лоңшидің әр қайсы қалаларындағы шу қолы тастап кеткен жерлерді өртеп кетіпті. Тек ойраны шыққан орны ғана қалыпты. Қалың қолы шегін сәрин оның күлі көк құшады ғой. Мұны баяқ да білгем. Бірақ Жугуляң, қалайша ең үлкен қала Чынсаңды тастап кетеді? Чынсаң маңызды өткел. Олар ағат басын бұрмайтын жан болмайды. Жугуляң бұл араны қайтарып алу үшін әдей тастап кетті. Осы ғана ма? Осы ғана. Сонда тағы басқа себеп бар ма? Тағы ойланып көр. Ойма түспеді. Осындай оңай істіңде сырына бойлай алмадың ба балам? Барып тұрғанын жоқ екенсің, саған дауа жоқ.
Tengrim ау. Men саужынды талай жеңіп едім. Ал жетесі ұрпағым саушан құтылатын болды ау. Әке, чай ішіңіз. Ішпеймін. Әке, нағында бұл сырды баяғыда сезгенмін. Рас па? Әрин рас. Құлағым сенді айта бер. Жугуляң Чинсаңды саужынның қолы жайғасын деп тастап кетті. Чинсаңның жері ойпалы. Бірнеше күн өсір жоғанан кейін судың астында қалады. Сол кезде судан қолымыздың сауы тіріп, астығы шіріп, сау саймандарымыз керектен шығады. Күн ашыласала шу қолы қайта тап берсе, қойсырай жеңілеміз. Ал Жугуляң басқа қалан қолдан берсе де, қосының шоғырландырып, әдейі Чинсаңды шабылдап, саужынды қолға түсіреді. Тай тұтық, патшасының еңбек ақыңызға 50 мың ағаш астық қосты. Құнарлатыз 3 мың му, жерді жалғалатын дийқан 1 мың түтін. Бұл үлкен сый. Патшалығымыз құрылғаннан бері ешбір уәзір мұндай мол сыйлыққа кенелмеген. Патшақсам рас шапағатшыл кісі ғой. Ой, патшамыз қанша жас болғанымен кімді сыйлап, кімді жазалауды парықтай біледі екен. Патшағзам Смайытта мақтады. Оны сізбен ниеттес. Сізге шын бағынған екен дейді. Шын бағынды деуге келмейді. Сейсе де жуықтан бері жуасық болған екен. Келіңдер. Тай тұтық. Патшаның бұйрығын 100 нұсқа көшіріп, әрбір бекініске таратып беріңдер. Сардарлар мен сарбаздар патшаның қамқорлығын білсін. Ләппей. Әке. Мал-мандай болып кетіпсің ғой, қайда бардың? Тай тұтық, мен қайтайын. Жақсылап күтіңдер. Ләппей. Алдыңғы бекіністі барлық келдім. Мына сауытқа қараңызшы. Сауытқа не болыпты? Жауын толастамай жауып, қаланы су басты. Әмір шатырдан да су өтіп, сауытты шіртіпті. Әке, мына жауынның толастар түрі жоқ. Енді жарым айдан кейін барлық сауыт жүріп керектен шығады. Семсер тат басады. Шу қолы қайта тап беретін болса, шипамыздың біткені сол. Ой, бір-ай, енді қайтеміз. Менше, Чинсаңнан дереу шегініп, Юңляннан бекіні салайық. Болмайды. Шинсаң шу қолының солтүстікке шабуылдайтын маңызды өткені. Одан шегінсе қайта қолға түсіру қиын. Патшаға Лояң, Чаңан, Шишан қатарлы жерлерден бізге қару жарақпен сауыт жеткізуге жарлық түсіріңіз деп дәттеме жаз. Қару жарақпен сауыт келген соң бәрі оңына басады. Менің алаңдап тұрғаным қару жарақпен сауыт келгенше шу қол қарап жатпайды. Оның үстіне азық-түлікті көгеріп барады. Сарбаздар көгерген астықты жесе, нәлет жаудырады. Қазір Жугулян Чинсаңнан Тәңірдің шапағатымен бізді әлсіретпекші болып, әдейі шегініп кетті деген күдік пайда болды. Онан соң мына сөзіңді естіп, біраз алаңдап тұрғаным. Бірақ патша мені мол сыйлықпен марапаттап еді ғой. Сонда енді мен Чинсаңды қайтып бере саламын?
Тағы біраз күн байыр қалайық. Жарлықты жеткіз. Жасақтар бекіністі күшейтсін. Қаланың іші сыртындағы қамалға түгел қарауыл қойыңдар. Бар. Ләппәй. Osmanlılarga сәлем. Түгел сақадай сайландыңдар ма? Бас вәзір, барлығы сақадай сай тұр. Барлық сардарлар, ілгері біздің қолымызбен Виғола Чишен тауында текетірес тұрдық. Мен биылғы жауын шашынның бұрынғы жылдарда мол болатынын дұрыс межелеп. Науқастанған болып, барлық қолды бастап ордаға қайттым. Сонымен бірге Лоңшидің қалағалашықтарын Чэнсаңмен қосып, Виғолына тастап, оларды 2 ай жауында қалдырмақ болдым. Қабарға қарағанда, әсіресе Чэнсаң қаласындағы Саужын қолының сауыты әріп, астығы шіріп, қол астындағы сардарлар нараз болып, іштен білініп, Саужын қақпанға түскен қасқырдай болып, құтыларға амалы қалмапты. Бас вәзір, тез жарлық түсіріңіз. Бауырластар аялдауға амалсыз. Вейен Ваңпин жарлық. Аға сардар, жаңғыр құйып кетті. Көздер астап салмай қалды. Жауын толастағы соластаса қайтеді. Olmaydı. Жаңбыр толыстағанша Чэнсаң қаласына жетуіміз керек. Бұйрықты жеткіз, қарқынды тездетсін. Қарсы шыққандардың бас алынсын. Ләппәй, тізгін үшмен алға! Тез, тізгінді қоя беріңдер. Тез болыңдар. Рақаттанып отырғаныңызды қара. О, менің ұлым келген екен ғой. Күн суып кетті. Шоңыр, бір стакан ыстық арақ ше. Тез шоңырға арақ құйыңдар. Шуғол жауынға қарамай ілгерілеп келеді. Немене? Шолғыншының айтуынша, қаланың батысында 10 шақырымдай өңірден қаптаған қалың қол байқалыпты. Қанша адам? Шығиырына көз жеткісіз. Туларына қарағанда қол бастаған сардар Уйя мен Уаңпин екен. Ол екеу келген екен. Жоғылияңның ауылы алыс емес деген сөз. Тез кетіңдер, жоғалыңдар. Тез кетіңдер. Жарлықты жеткіз. Барлық қол жауға қарсы сайлансын. Жоғылияң келіпті. Ләппәй. Тайтыдық. Болмады. Жоғылияң Жоғолының ірікті қосынмен сайлауыт қосының түгел маған қарсы аттандырған екен. Шоңыр, дереу қала сыртына кісі жібер, бекіністегі сардарларға қосын шығарып дереу Чэнсаңды құтқаруға бұйрық бер. Әлді қашан адам жібергенмін. Ой, бұрай. Жоғолы қалаға шабуылдай бастады. Жеме жаудырыңдар! Не болды? Наспас тәкке. Мұнау жаңбыр суынан татпас чіріп кетіпті. Бұндай жебе жау қолына дарымайды. Жауға төтөк беріңдер! Жауға төтөк беріңдер! Шегінгендердің басы алынады! Тайтыдық, тез кетіңіз! Жүріңіз! Кет! Тайтыдық! Көмек қосын келді ме? Ей, Сымай! Сен көріп тұрып құтқармадың! Сен өз басыңды күйттедің! Ордаға сенің үстінен шағымайды басыңды кесіп тұқымыңды тұздай құртамын! Көмек керек маған! Тайтыдық, Шуғол әмір шатырға қарайлап қойды! Жауға төтеп беріңдер! Тез болыңдар! Ой, бұрай! Жауға төтеп беріңдер! Әке,
Tez шығыңыз. Шу қол қалаға басып берді. Шығыс батыс екі өткөлде қолдан кетті. Тек оңтүстік қақпада ғана шығар жол қалды. Мынау менің жасағымның қарауылға кетін сауыты. Әке, тез осыны киіп шығып кетіңіз. Сізді қорғап қаладан шығарып жіберейін. Болды, тез Әке, соңыңызға қарамаңыз. Жау танып қоймасын, атыңызға қамшы басыңыз. Әке! Ulan, tez kaç. Болмайды. Әке, бірге кетейік. Мен болмадым. Омыртқам үзіліпті. Қозғалатын емеспін. Тез семсеріңді алып, мені өлтір. Тез бол. Әке, бұл не дегеніңіз? Мен деген ұлықпын. Тайтұтықпын. Егер қолға түсіп алсам, орданың абыройымен ата-бабамның абыройы айрандай төгіледі. Тез мені өлтір. Болмайды, әке, болмайды. Семсеріңді тез алып, мені өлтір. Өлімтік, мені өлтір. Қараңызшы, көмек қол келді. Келді ме? Кім? Смайы екен. Kaşkın eken desem, әсілі тай тұтық екен емес бе? Білсем, баяғыда құтқармас едім. Әке. Тай тұтық амансың ба? Әке! 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 Смай! Сен! Әке! 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 Тайтұтық. Жауар, барлық қолға жарлығымды жеткіз. Сардарлар мен сарбаздар алаңсыз демалсын. Оларға мен айтты де, жуғыляң шабуылдауға бата алмайды. Дәмді құжыды түгел алып шығыңдар. Сардарлар мен сарбаздар бір тойсын. Ләппәй. Гоқай. Мен мұндамын. Бұрын мен сен үшін өтініш жазып едім. Енді сен мен үшін өтініш жаз. Тайтұтық. Бұл өтінішті қалай жазудың жөнін көрсетіңізші. Сен ордаға барып, Тайтұтық Саужан Смайылдың кеңесіне құлақ аспай, ал кеуделік істеп, қолымызды қоғадай жапырып, Чынсан қатарлы қаладан айырылды. Тайтұтық Саужан патшағзам сыйлаған орда киімін тастап, шу қолының сарбаздары киетін сауытты киіп, қалың қолды бастап, өз жанын сауғалады. Қайта Смайы басын бәйткіп қырғандықтан тәңір оңдап аман қалдық. Қазір қалың қол иесіз қалды.
Сарбаздар дүрлігудеді. Көқой, Бармын. өте асырып жібердім бе? Тайтұтоқ, айтқандарыңыздың барлығы шындық. Тайтұтоқ, бұл өтінішті барлық сардарлардың атынан өзім апарамын. Жарлық! Патшағзамның жарлығын жеткіземін. Сымайы ел үшін еңіреген боздақ, сіңірген еңбегі ерен. Мен қалың қол сардарларының өтініші бойынша оған орданың тайсыпа арбалы аттылар тай саңғыны деген шен беремін. Ол Пеңшейдің тай тұтығы болып, қалың қолға қол басшылық етеді. Қолына патша семсерін ұстап, үлдемен бүлдік оранып, жауынгерлік айбатын астыра түссін. Әміріңізге құлдық, рахмет. Саужын жаудан жеңіліп, ел намысына тақ түсірді. Қылмысын кешіруге амалсызбын. Бірақ ауыр жаралы болып қайтыс болғандықтан, қылмысын ауырлатпаймын. Ұлы Саушуан әкесінің сүйегін апарып, Чаңандағы ата-бабаларының қабырының басына жерлейді. Тәмәм! Жоңда, аман есен жүрсіз бе? Жақсы, жақсы. Мен қол ұшын бермеген болсам, сіз қайта тайтұтық болар ма едіңіз? Сіз Нәйяң өңіріндегі диқандарының санынан да жағдайынан да бейхабарсыз. Сіз соғанда шүкірлік етіп, халқыңызға ие болып, ел іргесін тыныштандыруыңыз керек еді, қайта неге Тәңірге қарсылық істеп соғысқа мәжбүрлейсіз? Патшаңызды ғой ақымақ дейік. Сонда сіз одан да өткен ақымақ бедіңіз. Патшамыз жетімі маған тапсырған. Сонда бар ұшымды салып, бүлікшілерді тыныштандырмасам болмас. Жумда, ата-бабамнан бастап ханға вәзір болып, хан патшалығының дәм-тұзын татқанбыз. Сыйға сый көрсетпесек, билікке таласқандарға қол ұшын берсем, Тәңірдің жазасына ұшыраймын ғой. Желпушімен ақырын бір желпісем, сіздің күліңіз көк шады. Тымыр сөйлек беттің ауға. Күңмен, тілімді ал. Екеуімізде елуден серік балдық. Мың жасайтын құзғын емес біз. Төріміздің көріміз жуық қалғанда қырқса бергенше, нысаптырақ болып қартайған шағымызда рахат көргеніміз әбзәл. Нағыз жауыңыздың мен екенін біледі екенсіз ау. Олай болса, сіз қол қусырып маған тізе бүксеңіз, сізді күймеге отырғызып, бірге патшаға ертіп баратын едім. Сіздің тек тіл жағыңызға сүйеніп, қулық істеп қызықтырғаннан басқа кереметіңіз жоқ. Есіңізде болсын, шу бектігі ви бектігін астар бола алмайды. Тәңірге қарсылық етіп, ви бектігіне шабуыл жасаймын дегенің, әлім білмей әлек болу. Бұлай болғанда, соғыспай көңіліңіз көншімейтін болды ғой.
шайқасқа сарбаздарың, сардарларың, тіпті қосыныңмен бірақ келсең де, сенен қорықпаймын. Жарайды. Онда шеп жайыңыз. Сіз шеп жайып болғанша, мен шабуыл жасамаймын. Жақсы. Мынау әскер иске желіп тұр екен. Шайған шебімен мойынсал болдың ба? Мен емес. Қол астымдағы әдеттегі сардарларда мындай баланың ойын іспетті шепті құралады. Сен де шеп құрып көрсет. Шебіңді құрып болғанша, мен де әсте соқтықпаймын. Жарайды. Мына шепті көрген шығарсыз.